қымбатты өнерсүйер қауым, шын мәнінде жүрегі дүрсілдеп, осы әрбір өнерпазға өзінің жаны ауырып, солай жанкүйер болып келген ағайындар, аналар, апалар, ағалар. Біріншіден барлықтарыңызды осы ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Және осындай үлкен халықаралық деңгейге жеткен Жастолқын жұлдыздары атты керемет ән байқауына, өнер байқауына қатысушыларға сәттілік тілеймін. Дастан, сюда смотри, что ты. Ұйымдастырған балауса жұлдыздары өнер орталығының қызметшілеріне көп рахмет айтамыз. Шын мәнінде қазіргі Қазақстан саясатына да жастар жылының аясында осындай керемет байқау ұйымдастырып отырған сіздерге рахмет айтамын. Сонымен бастайтын шығармыз барлық өнерпаздарға, бишілерге, әншілерге, күйшілерге, музыканттарға сәттілік тілейміз. Ал құрметті ата-аналар, құрметті әріптестер, міне бүгін сонау көне Тараз жерінде тағы да бір өнер байқауының өнер байқауы басталғалы отыр. Ол былтыр тұсауын кескенбіз. Биыл 2-ші жыл. Біздің қолымыздан келгенше осы халықаралық деңгейде жасауға барлық күшімізді салдық. Өкінішке орай осы күні кеше ғана Қытайдан бауырластарымыз, Монғолиядан бауырластарымыз келе алмайтындықтарын айтты. Әрине қатты өкінішті. Өйткені қазіргі виза дейді, таможнядан өту деген бір үлкен қиямет болып тұр. Сосын Ресейден олар шын айту керек, билет таба алмай сондай не болды, қиыншылық тудырды. Оның үстіне оларға түсінуге болады, өйткені өзіміздің Қазақстан жерінде де билет таба алмай, келе алмай қалғандар да болды. Енді өкінішті әрине. Бірақ сонда да бүгінгі мерекені біз бастаймыз, жалғастырамыз. Соның өзінде де бір талай шартараптан келіп, мына Қырғызстан Республикасынан келіп отыр, Өзбекстан Республикасынан келіп отыр. Бірақ осы халықаралық конкурсқа аты сай болып тұр. Дұрыс қой, е? Ал енді біздің балауса жұлдыздар орталығының өзінің қайырымдылықтары да бар. Осында осы конкурсқа қайырымдылық жасап, оларға демеушілік жасап, біз оларды төлемақысыз осы конкурсқа қатыстырып отырмыз. Ол да бір жағымыздан қайырымдылығымыз болсын. Өнерлі жастар бар, көп, бірақ бәрінің мүмкіншілігі бола бермейді. Сондықтан біз кішкене оларға мүмкіншілік беріп отырмыз осы сахнаға шығуға. Мынандай үлкен сахнаға шығу, мына кішкентай бүлдіршіндеріміз үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. Ал енді тағы да жолда келе жатқандар да бар, мына айтып отырмын ғой, билет таба алмай, соның өзінде жолдан шешінген судан тайынбас деген, сонда да әртүрлі жолдар тауып осында келе жатқан өнерпаздар бар. Қазір Астанадан күндізгі сағат 3-тен түсейін деп отыр. Сонда да біз оларға келе беріңіздер дедік, олар келе салып, Скороблян Абал дейді ғой, бірден осында келіп өзінің өнерлерін көрсететін болады. Ол сіздерге, жюрилерге, сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға, оларға түсіністікпен қараңыздар. Тағы да жолда келе жатқандар да болады, қазір сағат 11-12-лерде түсіп жатқандар да болады. Сондықтан бұған да түсіністікпен қарайық барлығымыз. Ал енді бүгінгі екінші халықаралық Жастолқын өнер байқауы ашық деп жариялаймыз. Енді қонақ кәдеміз бар, біз сұраймыз Жұбаныш бауырларымыздан. Маған іні ғой, енді қалғандарыңызға аға болады. Өнердің ортасында жүргеннен кейін қазақ эстрадасының жұлдызы, жарық жұлдыз деп айта алмауға болады. Осы ағамыздан бір ән сұрайық.
Қалай қарайсыздар? Рахмет. Олай болса, барлығымыздың түп қазығымыз, туған жеріміз, қазақ баласына арналған бір ән Арман Дүйсенов, Асқар Дүйсенбі бар мекен. Осына тараз жерді сіздерге бар мекен болсын. Көп рахмет балалар. Ал енді жаңа ашық деп жариялады конкурсты. Енді тек қана сіздерге сәттілік дейміз. Қорықпаңыздар, батылырақ, ыңғайсызданбай, ұялмай керемет өнер көрсетулеріңізге тілектеспіз.